Халық қосымшасында баланы балабақша кезегіне қалай қойып тіркеуге болады. Басты экранда мемлекеттік қызметтер батырмасын таңдаңыз. Әрі қарай балабақшаға кезекке тұру. Нұсқаулықпен танысып, бастау батырмасын басыңыз. Баланы таңдаңыз. Өзіңіз қалаған 4 балабақша және оқыту тілі. Байланыс деректерін көрсетіңіз. Жеңілдіктер болған жағдайда олар автоматты ескеріледі. Егер балаңыздың кезектен тыс балабақшаға қабылдау мәртебесі болса, растайтын құжаттардың суретін тіркеңіз. Өтінімге SMS код арқылы қол қойыңыз. Құттықтаймыз. Өтінім ресімделді. Мемлекеттік органның жауабы бір жұмыс күні ішінде келеді. Сіздің өтініміңіз қаралды. Сіздің балаңыз балабақша кезегіне қойылды. Кезегіңіз келген кезде сізге хабарлама жіберіледі. Балабақшаға қабылдау жолдамасымен танысыңыз. Жауапты 5 жұмыс күні ішінде беру қажет. Мемлекеттік қызметтер бөлімінде балабақшаға қабылдау батырмасын таңдаңыз. Нұсқаулықпен танысып, балабақшаға қабылдау процесін бастаңыз. Жолдаманы тексеріп, растаңыз. Қажетті құжаттарды тіркеңіз. Өтінімге SMS код арқылы қол қойыңыз. Құттықтаймыз. Балабақшаға қабылдау өтінімі ресімделді. Мемлекеттік органның жауабы бір жұмыс күні ішінде келеді. Балабақшаға қабылдау туралы жауапты сіз пуш хабарламамен аласыз. Шарт жасасыңыз. Барлық талаптарын тексеріп, қол қою батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз. Балабақшамен электрондық шарт жасалды. Сіздің балаңыз таңдаған балабақшаға қабылданды.